Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Егер бұл видеоны көріп отырған болсаңыздар, значит сіздің өміріңізде өзіңізге көңіліңіз толмайтын, әлі де жақсартқыңыз келетін, өзгерткіңіз келетін сфералар, сұрақтар бар деген сөз. Енді дәл қазір бұл жерге сіздер өзіңіздің деніңіздің сау болуы, еркін, бақытты, табысты, энергичная, женственная, толыққанды әйел болуды қалап келіп отырсыздар. Әркімде әртүрлі боль, неважно қандай екені, сізде проблема бар деген сөз. Енді дәл қазір сіздің өміріңізде деніңіздің сау болмауы мүмкін, күйеуіңізбен қарым-қатынасыңыз дұрыс емес болуы мүмкін. Ол сізді бір сыйламайтын сияқты, сізді жақсы көрмейтін сияқты, сізді бағаламайтын сияқты, сізді құнды көрмейтін сияқты. Ата-енені, қайын жұртты айтпағанда, әке-шешемен де сізді бір ақымақ көретін сияқты, сізді түсінбейтін сияқты. Енді тұрмысқа шығайын деп жатқан қыз-келіншектерге идеальный сабақ, үйде отырған қыз-келіншектерге, әйелдерге өте пайдалы сабақ болады. Енді сіздің өміріңізде сіз ақша тауып жатсыз, может сіз ақша табуға қиын болып жатыр. Ақша тапсаңыз да сіздің ақшаңыздың қайда кетіп жатқанын, қайда ағылып кетіп жатқанын өзіңізде байқамайсыз, вроде финансовый подушка ретінде жинайын дейсіз, бірақ жиналмай жатыр. Не только жиналмау, ол жерде сіздің өзіңіздің ішіп-жеміңізге де, өзіңіздің жеке өміріңізге де, өзіңіздің хотелкаларыңызға да, өзіңізді бір еркелетіп бірдеңе алайын десеңіз де сізге ақша жетпей жатады. Бәрімізге таныс жағдай, бұл барлығымызға таныс жағдай. Енді сіздің өміріңізде өзіңіздің сүйікті ісіңізді таппай жүрген болуыңыз мүмкін. Сіз өзіңіздің осы өмірде орныңыз бар ма, жоқ па, сомневаться етіп жүрген де болуыңыз мүмкін. Енді сіз өзіңіздің ақшаңызды сүйікті ісіңізді істеу арқылы рахаттанып тауып жатырсыз ба, немесе өзіңізді қинап, маған осы жердегі ақша идеальный осы болады деп өзіңізді қинап ақша тауып жүрсіз бе? Егер сіз өзіңізді қинап ақша тауып жүрген болсаңыз, значит бұл сабақ сізге арналады. Енді менің айтайын дегенім, барлығымызда проблема бар, ол проблема бізде ешқайда жоқ болып кетпейді, және де осындай сіздерге берілетін курс, видео, марафондардың, сабақтардың сіздің проблемаңызды жоқ қылып жібермейді. Барлық адамда проблема бар, даже өлдім жоқ деген күннің өзінде мынау сіздің рубашкаңыздың түймесі түсіп қалса, ол сізге проблема болады асығып тұрған кезіңізде. Бұл жердегі басты мақсат сіздің проблемаңызды оңай әрі жеңіл шешіп тастайтын қабілетті. Енді қараңыздар, мына жерде мынандай дүние бар. Сіздерге түсінікті болу үшін жалпақ тілмен, сіздердің миларыңызға кіріп кету үшін осы видеоны жалпақ тілмен түсіндіріп өтейін сіздерге. Осы информация сіздерге толық сіңу үшін. Бірінші, бұл жерде бізде ата-ана сферасы. Неге ата-ана? Себебі біз шақалақ болып туылғаннан бастап біз өзіміздің ата-анамызға мен қызбын, дочка деген роль пайда болады. Екінші, бізде күйеу, ата-ене, қайын жұрт, бала-шаға. Ол жерде сіз мен әйелмін, мен келінмін, мен мамамын деген сіздегі екінші сферада осындай рөлдер пайда бола бастайды. Үшінші, сізде мен және менің ақшам деген осындай үш сферадан тұрады негізі әйелдердің өмірлері. Осы үшінші сферада мен және менің ақшам деген кезде біз ақшаны посуда жуып та таба аламыз да, болмаса біз бухгалтер болып та ақша таба аламыз. Бұл жерде ең главный нәрсе сіз өзіңіздің сүйікті ісіңіз арқылы, реализация арқылы ақша табу, өзіңіздің сүйікті ісіңіз арқылы рахаттанып ақша табу, ол сіздің мен, и деньги дегенді білдіреді да. Енді қараңыз, бұл жерде ошибка қай жерде кетеді? Енді қараңыздар, ошибка қай жерде кетеді? Ошибка біздің ата-анамызбен қарым-қатынасымыз тураланбай жатқан кезде. Байқайсыздар ма, көп жерлерде ең бірінші ата-ананы айтады. Неге? Себебі
бәрімізге айтады, иә, ата-ананы ақтап алыңыздар, бірінші ата-анамен жұмыс жасаңыздар деген сияқты ше. Бәріміз ата-анамызды ақтап, бәріміз ата-анамызбен жұмыс жасап, уже шаршап та кеттік, иә, былай айтқанда ше. Негізі ол нормально. Біз бірінші ата-анамен қарым-қатынасты туралауды бастаймыз. Неге? Себебі біз шақалақ болып туылғаннан бастап, біздегі ең ұзақ рөлдердің бірі осы: біз өзіміздің ата-анамызға қыз болып өтеміз өмір бақи өлгенше. Сол үшін біз бірінші ата-анамен жұмыс жасауды бастаймыз. Ол деген сөз, біз бірінші өзіміздің базовый нәрсемізді қабылдаймыз. И сіз бұл состоянияны қабылдаған кезде сізде әдемі галочка пайда болады, я дочка деген мысалы ше. Сіз өзіңіздің қыз екеніңізді, бірінші ата-анаңызға қыз екеніңізді, өмір бақи қыз болатыныңызды қабылдауыңыз керек. Я, одан кейін сіздегі екінші сфера, ол сіздің күйеуіңізбен, ата-енеңізбен, өзіңіздің бала-шағаңызбен қарым-қатынасыңыз. Түсіндіңіздер ғой, вот осы рөлдерді реттеп алмағаннан кейін бізде проблема болған кезде, я, баймен, бала-шағамен, ата-енемен проблема болған кезде, қарым-қатынасымыз тураланбай жатқан кезде біз барлығымыз ақша қалаймыз ғой. Егер мен жұмыс жасап ақша табатын болсам, үйтсем бүйтсем дейміз да, ал одан бұрынғы уровеньдарды біз өткіміз келмейді. Біз бірінші өзіміздің бірінші, екінші сферамызды реттеп алғымыз келмейді. Сондықтан біз өзімізді бір керемет сезінбейміз, өзімізді бір күшті сезінбейміз, иә. И сен осындай состоянияда жүрген кезде сенде ешқандай да табыс болмайды. Себебі сен бірінші, екінші сферадағы өзіңнің бала-шағаңмен, ата-енеңмен, күйеуіңмен қарым-қатынасыңды дұрыс реттемегеннен кейін, дұрыс атқармағаннан кейін, ол сфералардан дұрыс өтпегеннен кейін, ол уровеньдерді сен аттап ақшаға өткің келіп жатыр да. Бірақ сен ол нәрселерді реттемейтін болсаң, сенде ешқандай да табыс болмайды. Болған күннің өзінде де аз табыс болады. И бұл деген не деген сөз? Сіздерге формула ретінде, сіз егер ақшамен қарым-қатынасыңызды реттегіңіз келсе, ол жерде ақша тең баланс деген сөз. Сіз барлық нәрсені баланста ұстау керек боласыз. Егер сіз осы нәрселерді реттемей бірден үшінші сфераға өтіп кететін болсаңыз, онда сіздің өміріңізде хаос, дисбаланс болады да. Ол жерде сіз өзіңіздің бірінші, екінші уровеньдегі бірінші, екінші сферадағы өзіңіздің роліңізді толық атқармадыңыз, өзіңіздің роліңізді қатырмадыңыз, иә. Не мама-папаңызға қыз болып қатырмадыңыз, күйеуіңізге әйел болып қатырмадыңыз, әке-шешеңізге, то есть ата-енеңізге келін болып, оның келіндік рөлін атқармадыңыз, бала-шағаңызға не мына жақта қарамайсыз, өзіңізбен өзіңіз жүресіз, мысалы ше. Бала-шағаға не ана болып қатырмадыңыз, и сіз осы нәрселердің бәрін жасамастан сіз сразу үшінші сфераға өткіңіз келеді да. И сізде сол жақта проблемалар болғаннан кейін сіз әрине өзіңіздің сүйікті ісіңізді таба алмайсыз. Сол жақтарда сізде баланс болып, сіз өзіңіздің рөліңізді толық атқаратын болсаңыз, сіз өзіңіздің сүйікті ісіңізді рахаттанып жүріп, мол табысты, берекелі түрде табатын боласыз. Ал егер сен байыңмен қырылысып, енеңмен қырылысып жұмысқа барсаң, сен бүйтіп отырасың да, сен жұмыс жасап отырасың да, и ойлап отырасың, қазір ана тамақ дұрыс жасалмай қалды, үй жиналмай қалды, бала-шағаның түріне, и мына жұмыс бітпей жатыр, әлі жарты сағат кешігетін сияқтымын, мына жақта менің байым миымды ашытатын болды, қайда жүрсің деп деген сияқты. И сенің ойыңның бәрі өзіңнің денең жұмыста отырасың да, ойыңның бәрі өзіңнің үйіңді уайымдап отыратын боласың. Сіз толыққанды жұмыста болмағаннан кейін сіздің жұмысыңыздың результаты да сіз қанағаттандырарлықтай болмайды. Қазір үйге барсам ұрыс болатын болды, бәрі маған тиісетін болды, ешкімнің недовольный болатын болды деп ойыңыздың бәрі осы жақта болады да. Ал сіздің жұмысыңызға деген өзіңіздің фокусыңыз жоқ болып кетіп, сіз қалаған нәтиже бермейді.
сенің ата-енеңмен қарым-қатынасың дұрыс емес, күйеуіңмен қарым-қатынасыңыз дұрыс емес, бала-шағамен қарым-қатынасыңыз дұрыс емес болып тұрғаннан кейін сіздің өміріңіз каша болып жатады да, но бірақ сіз ақша табу жағынан идеальная бизнес-леди болғыңыз келеді да. Сол себепті әйел адамдары бірінші, екінші уровеньнен өтіп, өз рөлдерін атқарып, өзінің бизнесіне, жұмысына келетін болса, оның жұмысы Құдай қаласа идеальный результаттар беретін болады, иә. Себебі ол әйелдің жаны да, тәні де, денесі де өзінің жұмысына фокусын қойып, жаны рахаттанып тұрып жұмыс жасайтын болады да. Ол дегеніміз, ол өзінің бірінші, екінші уровендегі рөлдерін атқарып, сол уровеньдардан өтіп, сол сфераларды толыққанды атқарып, өзі үшінші сфераға өтіп, жаны рахаттанып жұмыс жасап жатыр деген сөз. Ол өзінің осы рөлдерін қатырып келді деген сөз, былайша жалпақ тілмен айтқан кезде. Себебі ол мына жақта өзінің үйінде ата-енесінің батасын алып, күйеуінің жаным жолың болсын деген сөзін естіп, бала-шағасы да тыныш жерде отқаннан кейін, оның да жаны да, тәні де, ойы да, денесі де барлық фокусын өзінің жұмысына қойып, өзіне керекті нақты результаттарды ала алады. Ол үшінші сферадағы бизнес-леди деген сфераға осы екінші, бірінші уровендерден өтіп келгеннен кейін у него все получится. Себебі оның артынан ата-енесі, байы, бала-шағасы тартқылап, артқа қарай сүйреп өтқан жоқ та, миын жеп деген сияқтышы. Оған наоборот поддержка беріп жатыр да. Көп адамдар осы жерде қателеседі. Егер мен көп ақша тауып кететін болсам, мен осы проблемадан құтылатын едім депші. Маған жеке консультацияға көп адамдар келеді. Егер мен көп ақша табатын болсам, ата-енеден, ата-анамнан бөлек шығып, өзіме үй алып, осы проблемадан құтылатын едім деп жатады. Негізі бұл ошибка, ол мидың ошибкасы. Осы жерде қателесесіздер. Ол жерде ақшаның жоқтығы емес, сені бақытсыз қылып тұрған осы рөлдеріңді дұрыс орындамауыңда, дұрыс қарым-қатынас құра алмауыңда. Енді өзіңіз ойланып қараңызшы, сіз өзіңіздің ата-анаңызбен, күйеуіңізбен, ата-енеңізбен, бала-шағаңызбен сіз өзіңіз дұрыс қарым-қатынас құра алмайсыз, сіз бірден үшінші сфераға, ақшаға өтіп кеткіңіз келеді да. Сіз өзіңіздің жақын адамдарыңызбен қарым-қатынас құра алмайсыз да, но бірақ сіз ойлайсыз, мен басқа адамдармен дұрыс қарым-қатынас құра аламын деп. Негізі былай ойланып қарайтын болсақ, бізге ақша басқа адамдар арқылы келеді да, сіз ол ақшаны табу үшін сіз өзіңіздің адамдармен қарым-қатынасыңызды реттеуіңіз керек. Тем более сіз өзіңіздің жақын адамдарыңызбен қарым-қатынасыңыз дұрыс болмағаннан кейін, дұрыс болмай жатса, сіз өзіңіз басқа бөтен адамдармен ара-қатынасыңыз дұрыс болады деп ойлайсыз ба? Мысалы, мен сіздерге айтайын, у вас не получится. Себебі сіз өзіңіздің жақын адамдарыңызбен қарым-қатынасыңыз дұрыс емес. Сіз басқа жаққа барып күшті басқа адамдармен араласып кете аламын деп ойласаңыз, онда сіз қателесесіз. Енді сіздер түсіндіңіздер ғой, өмірлік сфераның қалай болатынын. Енді сіздер өмірлік сфераны түсіндіңіздер, на жақтан бастап, на жаққа қарай келеміз, сонда сіз қалаған табысыңыз Алла қаласа бола бастайды. Енді негізі самый ключевой слово бұл жерде негізі әйел адам ақша табу керек деген оның жауапкершілігінде жоқ. Себебі ең бірінші нәрселердің бірі ол өзінің мама-папасына қыз болуы, күйеуіне әйел бола білуі, ата-енесіне келін бола білуі, бала-шағасына ана бола білуі, осы ең важный нәрселердің бірі. Енді осындай состояниеге қалай жетеміз? Бұл состоянияны барлығы қалайды, сізде осындай состояние жоқ па? Значит, сіз какой-то өзіңіздің бірінші немесе екінші сфераңызда ошибкаңыз бар деген сөз.
Енді сол состоянияға алып келетін, өзіңіздің өміріңізді реттейтін, өзіңіздің өміріңізді баланста ұстайтын мен сіздерге 5 күндік жаңа мен атты марафонын құрастырып қойдым. Вот, жаңағы айтқанның бәрі сіздің өміріңіз ғой, иә? И біз соның бәрін сіз өзіңізді қалыптастырасыз бұл марафонда. Бұлардың барлығы сіздің окружениеңіз, сіздің айнаңыз. Бұл марафонның бағасы, негізгі бағасы 30.000 теңге. Осы видеоны көріп 24 сағатта төлем жасаған адамдарға мен 3.000 теңгеге бағасын қойдым. Осы 3.000 теңгеге сіздермен 5 күн бойы сіздердің өмірлеріңізді реттейтін боламыз. Барлық жағынан. Және де ең важный нәрсе ол жерде сіздермен менен жеке обратный связь болады. Сіз өздеріңіздің түсінбеген сұрақтарыңызды, өздеріңіздің осы кезге дейінгі сұрақтарыңызды қойып, нақты біліп алсаңыздар болады. Және де неважно сіз қаншадасыз, қазір сіз рахаттанып жеңіл өмір сүре алмауыңыз сіздің бұрынғы өткен өміріңізге байланысты. Кезінде сіз өзіңіздің қалауыңызды жасап жатқан кезде ұрыс естіп қалдыңыз, ал қазір сіз сол өзіңіздің ұрыс естімеу үшін біреудің айтқанын тыңдай салайын деп еркіндікке шыға алмай жүрсіз. Сіздегі осындай өзіңізге деген сенімсіздік, қорқыныштарыңызды, миыңызда болып жатқан каша мусорлардың бәрін тазалаймыз, реттейміз осы 5 күндік марафонда. Так что, қыздар, өзіне жауапкершілік алып, дамығысы келетін, өскісі келетін, өзінің өмірін реттеп, өзінің өмірін қалыптастырғысы келетін қыздарды күтемін. Жаңа мен марафонында сіз өзіңіздің өміріңізді, жаңа өзіңізді қалыптастырып шығасыз. Өзіңізге деген еркіндікті, сенімділікті, өзіңіздің бойыңыздағы барлық жаман нәрселерді алып тастап, өзіңіздің жаңа меніңізді қалыптастыратын боласыз. Және де мен сіздерді осы марафонда күтетін боламын.